Bärine selam dostlar, sizlerle birge men Darksh және бүгінгі видеода мен Sunbird Revolution ойнайтын боламын. Sunbird Revolution'da жақында бір новый обновление жасадым. Сол обновлениені қазір тексеріп көретін боламыз. Так, ол обновление үй тонайтын обновление. Так, ойынның дауысын жай қойын кішкене. Сіздерге менің дауысын естілу үшін. В общем, үй тонап, скилл качать ету керек. Достар, короче, міне фургон алып жерге келдік. Міне біреулеріне ақта фургондар алып жатыр. Так, короче, міне Эммет дейтін адамға барамыз. Enter жасамыз. Noob класс таңдаймыз. Мына жерде фургонды аламыз. Одан кейін фургонды қыздырып. Айтпақшы, біз дейтін 24-7 маска және маска сосын Улам сатып алу керек, үйдің есігін ұзламай ету үшін. Бұл маска мен ертерек алғанмын негізінде. Так, біз үй жағымыз қаяқ. Случайно өз үйім емес бекен, бірақ бара берейік. Сонда не бәрі үйлер тонап жатыр осылай. Новый обновление шыққан соң. Так, мына жерге барамыз. Машинамен артқа тұрамыз, желетіміне. Так. Енді үйге кіреміз де. Егер үйдің есігі ашық болса, спокойно кіре береміз. Бізге Air House жазуымыз керек біз. Так. Бұлай мынандай команда жасамыз, сосын кіре береміз. Тупо өйстіп машина заттар тасимыз, типа грузчик сияқты. Так, енді мынаның бәрін тасыдық. Енді бізге оны Лас-Ветросқа апару керек, қателеспесем. Так, картаны қарап жүрейік. Жоқ, Сан-Ферро, типа автогон сияқты екен ғой. Түсіндім бәрін. Мынау да бір тартпайтын машина. Жаймен жүрді, елеумен еле-елеге жатыр ғой. Ё-мае, Сан-Ферроға зорға жеттім ғой. Мынау машина тартпайды, әрең жатыр ғой. Артында тас сөреп қатқандай. Так, міне келдік зорға дегенде SF-қа. Так, мынақта мексиканы автогондарға арналған. Мына жақ үй тонауға арналған. Так, все тапсырдық міне. 3000 доллар алдық. Так, давайте достар, сіздермен болғанмен Darksh. Видеоға лайк қоямыз. Келесі видеоны күтеміз. Сау болыңыздар.